Қайырлы күн, баршаларыңызға бүгін керемет жайман рецептімен бөлісемін. Қараңыздар, дәл осылай жасап сіздер сатсаңыздар да болады. Үйде отырған ханымдар осылай бизнесті қолға алсаңыздар да өте керемет бизнес. Және де бұның ерекшелігі 1 жылға дейін мұздатқышта сақталып болып тұра береді. Видеоның соңына дейін көріңіздер, барлығын түсіндіріп айтатын боламын. Кәдімгі қолданыстағы суымызға тұзды електен өткізу міндетті алдағы уақытта айтамын. Және де ешін жылдық бұл 1 жылға дейін сақталу жағынан септігін тигізеді. Қасықтың ұшымен ғана саламыз, ол кондитерлік дүкендерде сатылады. Және де көріп тұрғаныңыздай жұмыртқаны және сұйық майды салып араластырамыз. Ұнды барлығын електен өткізіп бірден де саламыз. Яғни бөліп салып илеуге болмайды. Себебі бізге қатты қамыр иленуі керек. Бастапқыда осылай біркелкі қылып араластырып аламыз. Яғни саусақтарымыздың ұшымен сосын барып илеп бастаймыз. Бұл жерде кішкене күш жұмсауымыз керек. Себебі бізге қатты қамыр илену керек. Енді қолдарыңыз қызарып кететіндей емес. Енді барынша қаттылау илейміз. Және де 1 сағат демалдыруға жібереміз. 1 сағат демалған ие қанған қамырымызды алып, 2-ге бөлеміз. Таразының көмегіне жүгінсеңіз болады. Яғни бұл сатып жұмыс істейтін кісілерге өте ыңғайлы. Яғни бұл жерде есептен қателеспеуіміз керек. Және де дәл осылай илеп, қамырды қайтадан илеп, яғни 5 минут демалдыруға жібереміз. Неге достар, ескеретін жайт 1 сағат демалды және де 5 минут демалды. Одан артық демалудың қажеті жоқ. Қамырымыз өте жұмсарып, икемсіз болып қалады. Онсыз да бұл өте эластичный тесто. Эластичный болуы бұл жерде сұйық май қолдандық. Ал қамыр жыртылмас үшін біз ұнды және де бастысы тұзды електен өткіздік. Сондықтан бізде қамырдың жыртылу қаупі жоқ. Және де енді өзіңіздің тактикаңызбен, яғни қамырды жаямыз. Бастысы бұл жерде білесіздер, қамырдың шешетінін, яғни көбірек илеу, яғни ортасына әлі жақындамау. Сондықтан жаюды өздеріңіз тактикаларыңызға қалдырдым. Қамырдың сап-сары болуы жұмыртқаға байланысты. Яғни қамырдың ұзаққа сақталуы ол жұмыртқаның, яғни ешін жылдыққа байланысты. Және де қамырдың жыртылмауы ол тұзға байланысты деп айта кеттім. Қатты иленуі ұнға байланысты. Және де эластичный тез жайылуы ол сұйық майға байланысты. Неге сап-сары өте әдемі тестамыз дайын болды. Енді илейді, яғни орайтын боламыз. Ұнды сәл себелеп сеуіп шықсаңыз болады негізі. Және де осындай химчистканың пакеттері сатылады. Киімнің сыртына орап қоямыз ғой. Киім алып келгенде сондай. Соның кішісі жеткілікті. Менде үлкені бар екен, соны қолдандым. Дәл осылай әдемі бір-біріне жабыспайтындай қылып қамырымызды орап шығамыз. Яғни қамыр бір-біріне тиіп қалмау керек. Барлық жерінде пакет, яғни целлофан дейміз ғой, целлофан тұруы керек. Өте әдемі, сап-сары және де осылай орап, мұздатқышқа салып қойсаңыздар өздеріңізге өте приятно дейміз ғой, яғни орысша. Солай, яғни приятно болып тұрады. Мұздатқышта көптеп жинап қойсаңыздар, кез келген уақытта ашып аласыздар да 40 минутқа бөлме температурасына қойып, қолданысқа қолдана бересіздер. Меніге үлгі ретінде осылай упаковать етіп көрсетіп жатырмын. Логотиптеріңіз іліп, осылай сата бересіздер. Бұл жерде менде бешбармақтың қамыры, яғни кеспенің қамыры, мантының қамырына 1 жұмыртқаны ғана қолданасыз, қалғаны дәл осылай қалады. Менің арнама тіркеліп, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Асимай.